Тағы бір отандық фильм көрерменге жол тартты. Жас актерлар мен жас режиссерлердің нәтижелі еңбегін Зор фильмнен көре аласыздар. Бұл фильмнің ерекшелігі басты рөлде жас әрі танымал Бен тобы ойнаған. Сонымен әншілерге киноға түсу қаншалықты қиынға соқты екен. Киноға түсу барысы өте қиын болды, себебі бұл біздің дебютымыз. Біріншіден ұйықтамайсың, ұйқың келеді, сен 3 сағат, 4 сағатын бос болса да сен ұйықтатқыздырмайды, себебі көзің ісіп кетеді камераның алдында. Қиын болды, бірақ өте қызық болды. Әрине оңай емес. Кәсіби актерлардың өзі киноға түсу үшін ұзақ дайындалатыны белгілі. Ал Бен тобының жігіттері үшін қай сахна қиын болды? Күндіз күлкіні, түнде ұйқыны ұрлаған түсірілім күндерінен естеліктермен бөліскен жігіттер қазір өздеріне дән риза. Мен үшін ең қиын болған ол вечеринка сценасы дейік. Сол жақта түнімен ұйықтамау керек болды. Вечеринка дегенде вечеринкада жүру керек болған. Менің кадрларым жоқ болған моментте мен барып ұйықтап қалған. Сол ұйқыдан тұрып арғары рөлға кіру маған қиын болды. Ең қиыны болған деп ойлағам, болады деп ойлағам. Бірақ менің қарсылас жұбым, солай айтылды, қарсылас жұбым Марлен атты. Екеуміз төбелестік, кәдімгідей дайындалдық, шыны керек. Сол кезде төбелес барысында бізге енді кәдімгідей қиын десек те болмайды, өйткені алып шықтық. Кәдімгідей қиын болады деп ойладық, бірақ біз тез алып шықтық, білмеймін енді қазір. Бәрі мақтап жатыр, сол именно төбелесті мақтап жатыр да. Солай ма? Төбелесетін жері қиын, бірақ тез алып шықтық деп мақтанды Бендік сері. Ал Айдын өмірде төбелес ала ма? Әлде кинодағы сәтті тек кәсібилігімен алып шықты ма? Қысылмай, тек шындықты жауап береміз, Айдын. Айдын өмірде төбелес алады. Өйткені мен таэквондистпін, жақында кикбоксқа барам. Сол себепті төбелесеміз ба десең. Сол төбелесем. Журналистерді төбелеске шақырмаңыз. Біз камерамен барып жеңіп кетуіміз әбден мүмкін. Ал әзірге Бен тобы қатысқан Зор фильмінің режиссері мақсаты мен жастарға берер тәлімі туралы оймен бөліссе дейміз. Біздің фильмде Зордың атауының өзі Зор мықты деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да бұл жерде біздің персонаждар, кейіпкерлер өте мықты, зор дүние жасайды. Сондықтан да тәрбиелік мәнісі бар. Бұл жерде достық сатпау, ата-анаға алдамау, ақшаны бекер шашпау, жақсылық жасау жолдары өте анық, айқын белгіленген. Осылайша оңтүстік астанамыз Алматыда Зор фильмінің тұсауы кесілді. Ал алғашқы көрсетіліміне жас әншілерді қолдау үшін шоу-бизнестегі аға әпкелері де келіп тілектестігін білдірді. Біз өте қуанамыз, жаңа фильмдер, жаңа кинолар өзіміздің елде түсіріліп жатыр. Бүгін мұны енді бірінші тұсаукесеріне келіп жатырмыз. Қуаныштымын, бұл енді Бен тобының жастардың осы бірінші рет әншілердің актер, актриса болып ойнап жатыр екен. Тек қана өсе беріңіздер, киноларға түсесіздер, концерт беріңіздер. Осындай жастарымыз өсе берсін, құтты болсын деп айтқым келеді. Бен тобын шын жүректен құттықтаймын. Өнерде де мен оларды жақсы танимын, шығармашылықтарын білем, өсіп келе жатқан топ. Міне енді бірінші рет алғашқы рет киноға түсіп жатыр екен. Кинода сәттілік тілеймін оларға, қадамдары құтты болсын, бұнымен тоқтап қалмасын, кино жалғаса берсін. Құтты болсын. Айта кетейік, Еркебұлан Молдашевтың Зор деп аталатын фильмі 21 желтоқсаннан бастап еліміздің барлық кинотеатрларында көрсетіліп жатыр. Киноға асығыңыз. Зор фильмі сіздерге ерекше демалыс сыйлай алады. Қазаққа ғашық болмаудың 5 себебі. Бұл себептері дәл осындай атаумен түсірілген комедиялық фильмде режиссер Асқар Ұзабаев талдап көрсетуге тырысқан. Ал басты рөлді бүгінде сұранысқа ие актриса Әсел Садуақасова сомдаған. Француз жігіті мен қазақ жігітінің ортасында таңдау жасауға асыққан ару бұл фильмнің идеясы ерекше дейді. Идея всегда, когда вот в работе с Аскаром. Асқар Ұзабаевпен жұмыс істегенде ол үнемі ізденіс үстінде жүреді. Үнемі менде мынандай идея бар деп ойымен бөлісіп тұрады. Оның идеялары өте көп. Осыдан тура 1 жыл бұрын Асқар Ұзабаев маған осы идеясын айтты. Өте қатты ұнаттым. Дереу сценарий жазуға кірістік. Сосын Сәбитпен, Әуезбен бөлісіп осы жобамен жұмыс істеуді бастап кеткен едік. Жаңаша бір фильм шықты деп ойлаймын. Сонымен қазаққа ғашық болмаудың 5 себебін анықтадық делік. Егер дәл осы жағдай өмірде орын алса, Әсел Садуақасова қандай таңдау жасар еді?
Я бы выбрала, что выбрало бы мое сердце. Мен жүрегімнің таңдауын таңдайтын едім, өйткені бұл өте маңызды. Сондықтан кімді таңдауды айту қиын, бәрін жүрек шешеді. Ал Францияда білім алып жүрген қазақ қызының жүрегін жаулап алған француздың рөлін Морган Сеги сомдаған. Ол фильмде Динарамен қол ұстасып, Қазақстанға қыздың әкесінің алдынан өтуге келеді. Алайда елдегі оқиғалар басқаша өрбиді. Өмірде актер емес сері бұл кинодағы мүмкіндіктер туралы былай дейді. У меня такой шанс, что Менде сондай жақсы мүмкіндік болды. Бізде команда өте жақсы болды. Әсел мен Нұржан әрі актер, әрі серіктес ретінде маған көп көмектесті. Фильмнің желісі өте қызық. Әсел маған көп кеңес берсе, Нұржан уақыт есептеу жағынан бір жағыма шығып отырды. Киноның жақсы шығуы түсірілім алаңындағы әрбір адамға тікелей қатысты деп ойлаймын. Сонымен белгілі режиссер Асқар Ұзабаев бұл фильмге қанша күш, қанша қаржы жұмсады екен. Комедиялық фильмдер сұранысқа ие, сол үшін де жиі әрі көп түсіріліп жүр дейді режиссер. То, что касается бюджета фильма, да, мы... Фильмнің бюджеті туралы айтатын болсақ, $200 мың айналасында қаржы жұмсадық. Ал түсірілім күндеріне келсек, 16-18 күндей болды ғой деймін. Сосын 2 айға жоқ продакшнда жатты. Негізі қазіргі таңда барлық комедиялық жанрдағы фильмдер өте қысқа уақытта түсіріледі. Бір жағынан жақсы, бір жағынан жаман. Аз уақытта бір фильм түсіргеніңмен көп күш жұмсауыңа тура келеді. Музон арнасының көрермендеріне қазаққа ғашық болмаудың 5 себебін ашық айтпадық. Киноның қызығы да осында емес пе? Ендеше киноға асығыңыз. Аталмыш фильм бүгіннен 22 желтоқсаннан бастап еліміздің барлық кинотеатрларында прокатқа шықты. Ал киноның бағасын көзі қырағы көрерменнің өзі бере жатар. Жаңа жыл жақындап келеді. Monami компаниясы сіздің ерекше есте қалатындай сұлу болуыңыз үшін бар күшін салуда. Бұл жолы оңтүстік астанамыз Алматыға халықаралық сән үйінің визажистін шақырып, тәжірибесімен алмасты. Сұлулық әлемді құтқарады, ал бұл жолда Monami компаниясы ерінбей еңбек етіп келеді. Мен Қазақстанға 6 жылдан бері келіп жүрмін және үнемі Алматы мен Астанаға келем. Бірақ менің қалауым алматылық аруларда. Олар сондай әдемі және бет әрлегенде шабыт береді. Сонымен жаңа жылға да санаулы күндер қалды. Мереке қарсаңында қандай трендтер танымал және сұранысқа ие екен? Бұл туралы кәсіби маман өз тәжірибесіне сүйене отырып әңгімелеп берді. Әдетте көптеген әйелдер тоналды негіздің дұрыс емес түстерін таңдайды. Мен кәсіби маман ретінде макияждың негізгі бөлшегі тоналды кремдерді дұрыс таңдауға кеңес берер едім. Жаңа жыл мерекесіне алтын және жылтыр түстер актуалды болады. Сондықтан сұлулар жаңа жылдың кештеріне осы түстерге баса назар аударғаны жөн. Мұндай косметикалық өнімдермен бет әрлеуді ғажап дерсіз. Алматыда өткен шеберлік сағатында Рейналдтың моделі болған аруымыз да таңданысын жасыра алмады. Такой макияж мне сделали первый раз. Мұндай макияж маған бірінші рет жасалды. Осыдан кейін өзіме сенімді көрінемін деп ойлаймын. Маған қатты ұнады. Айта кетейік, Monami компаниясы әрбір арудың ажары үшін сапалы өнім мен нәтижелі қызмет түрлерін ұсынады. Ал арулар жаңа жылдық кешке Monami арқылы жарқырап барыңыздар.